oyunlar. Bugünkü sabahımız başlamaz durun. Bunun köyümüzde, birbirimizde bilip alayım. Ben ortağa bir şah oyunlar. Aha, endi birimiz var. Bugün жақсы sürekli birimizge aytayық. Sen andama Azat mıhtısın. Бағзан, сен бүгінгі сабақта білсіңнен қалдысың. Сен маза күштісің. Бағзан, сен өте мықтысың. Ален, сен бүгінгі сабаққа жақсы қатысыңдар дейміз. Алена, сен өте жақсы адамсың. Ана, сен де әдемісің. Нұржан, сен өте ақылдысың. Әйгерім, сен бүгін ақылдысың. Ақыры, сіз бүгін әдемі болып келіпсіз. Жақсы. Әмірені қалақай шабақты сәттілік алар енді. Bir, екіге саналайық. Bir, екі. Жақсы. Енді бір деген балалардың бірінші топқа, екі екінші топқа отырғанымыз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы саздан бұйым жасап, сомдау. Бүгінгі сабағы оқу мақсатымыз сабағымыздағы конструкциялық, табиғи және жасанды материалдарды жасап, қасиеттері мен құрылысын, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтай отырып зерделеу. Тек балалар, мына суретке қараңдаршы, не көріп тұрсыңдар? Қандай айырмашылық көріп тұрсың? Неден жасалған екен? Кім айтады? Айта ғой танымай. Бұл жерде саздан жасалған қыш құмыралар. Жақсы. Руслан? Саздан жасалған құмыралар. Жақсы, отыра ғой. Балалар, осындай құмыралар үйде бар ма өздерінде үйлерінде? Байқадыңдар ма бұйымды? Саздан жасалған. Оған не салады екенбіз, не құяды екенбіз? Балалар, тақтаға қараймыз, видеороликті тамашалаймыз. Адамзат ежелден игерген әрі кең таралған табиғи материалдардың бірі. Саздан тамақтануға арналған ыдыс-аяқтар, сұйық және шашылатын материалдарды сақтауға арналған сауыттар жасаған, бөлмеге қоюға арналған гүл түбектерін сомдаған. Сонымен қатар ежелде жұқа саз тақташалары, қазіргі қағазда сияқты жазу үшін пайдаланған. Ал сумен иілгіш масса түзеді. Әдетте сомдау жұмыстарына арналған сазды арнайы дүкендерден ұнтақ түрінде немесе дайын күйінде сатып алуға болады. Саздан бұйым жасаудың тәртібі келесідей. Бірінші ірі тетіктерін, кейін кішілерін сомдайды. Сомдау аяқтау кезінде бұйымды алға жүгіреппен немесе жұмсақ қылқаламен сүртеді. Дайын бұйым 7-10 күнде кебеді. Қалауы бойынша бұйым жасай білу, мульфей ошағына қолдана білу. Біріктіріп негізгі әрекеттердің бірі сазды нығыздап ең қандырып, біріктіріп қаусақпен соқпалайды. Ең маңыздысы сазды шеңберге дәл ортасына орналастыра білу қажет. Шеңберді айналдыру кезінде басқышты жоғары төмен басып отыру қажет. Сазға суды құйып айналдырып отыру керек. Егер суды аз құйсақ, саз бұйымын айналу. Ал балалар, видео көріп тамашалағанда енді екі топқа тапсырма. Бірінші топқа тақырдағыдай саздың ерекшелігі, екінші топқа саздың түрлері. Соны осы тек қағазға орындаймыз. Дайын екен, топты тыңдайық. Айта қойыңдар. Саздың ерекшелігі. Сазбен жасалатын құмыраларды жасауға өте көп уақыт кетеді. Жақсы. Саздың көп түрі бар. Саз тез сынғыш болады. Жақсы. Саздан жасалған құмыраларға газ салуға болады. Жақсы. Топ тыңдайық. Саздың түрлері жұмсақ тәріздес, қатты болады, ұнтақ тәріздес, шаң тәріздес, иілгіш болады.
Қатты сазды оған су құю арқылы жұмсатамыз. Мысалы, мынау саздың түрі. Жақсы, жаздан жасалған гүл салатын түбегіне жақсы өте. Енді бізде қазір сарамандық жұмыс. Саз бұйымынан жасау, бөлмеге арналған, гүлдерді қоюға арналған түбек жасайық. Жақсы балалар. Балалар, бізде енді саздың әр түрі бар деп айттық қой. Бізде өзге қол жетімді, бізде ермек саз бар. Сол ермек саздан бөлмеге қоятын гүл түбегін орындайық. Қандай жұмыс аяқта дейін орындады екен, соны көрейік. Ал Таныр айта қой. Ермек сазды не жасадыңдар? Гүл салатын құмыра жасадық. Жақсы. Нұржан, сен не жасадыңдар? Мен гүл салатын құмыраның кішкентай формасын жасадым. Жақсы. Әйгерімді көрейік енді, Әйгерім. Мен ұсақ түйек салатын құмыра жасадым. Өте жақсы. Ал балалар, саз дегеніміз не? Кім айтады? Нұржан айта қой. Саз дегеніміз еритін, одан құмыра жасайды. Оны қатыруға болады. Жақсы, отыра қой. Ал енді балалар, саздың түрлері қандай болады екен? Кім айтады? Мансұр айта қой. Саздың түрлері жұмсақ және қатты болады. Ал балалар енді кері байланыс беру үшін бәріміз ортаға шеңберге шығайық, келе қойыңдар. Ал балалар, енді бүгінгі көңіл-күйімізді осы айна әдісі арқылы эмоциямызды білдірейік. Ondan отыра қойыңдар. Бұлардың жұмсалғанда жақсы белсенді қатысыңдар. Ендігі тапсырма. Ермек саздар өздеріңіз жақсы көріп жақсы көретін бейгіміз әкеліңдер. Сабақ аяқталды, сау болыңдар.